Сәлеметсіңдер ме балалар? Сабаққа қош келдіңдер. English Plus 6 сыныптың студент буктың 74-75 беттегі тапсырмаларын орындайтын боламыз. Балалар, сабақ сендерге түсінікті болып жатса, пайдалы болып жатса, видеоға лайк басыңдар, тіркелмесеңдер подписаться басыңдар және өзінің сыныптастарымен, достарымен бөлісіңдер. Сабақтың тақырыбы How was your weekend? Сенің демалысың қалай болды? I can talk about a short break. Мен қысқа уақыт туралы айта аламын. Exercise 1. Look at the photo. Who is returning from a trip? How do you know? Суретке қара, кім жолдан келді, сен оны қайдан білдің дейді. Яғни, I think a girl is returning from trip because she was suitcase. She has. Мына қыз келді деп ойлаймын, өйткені оның чемоданы бар дейді. Complete the dialogue, then listen and check was your answer in exercise 1 correct. Диалогты аяқта, одан кейін тыңдап тексер, сенің жауабың дұрыс болды ма? Яғни мына тұрған етістіктерді, сөздерді мына бос орындарға қойып шығуымыз қажет екен. Hi Tina, how was your weekend? Great, thanks. I visited my uncle and then I traveled to London. Really? Were you on your own? No, I was with Laura. She knows the city very well. What was London like? It was cool. The shops were amazing. Only the shops? No, there were a lot of things to do. My favorite place was Covent Garden. What about the tourist sites? I wanted to visit the Tate Modern Gallery, but there wasn't time. And how about you? Was your weekend good? Yeah, it was brilliant. There was a party at John's house on Saturday evening. Sounds good. Яғни Тина мен Джейктің әңгімесі. Джейк жалпы сұрайды, Тина қалайсың, демалысың қалай өтті деп, Джейк Тинадан сұрайды. Тина жауап береді, жақсы дейді, мен өзімнің көкеме бардым, одан кейін Лондонға саяхаттап бардым, шынымен бе, қалай өтті дейді. Жалғыз өзің бе дейді, жоқ дейді, мен Лорамен бірге бардым, Лаурамен бірге, ол қаланы өте жақсы біледі. Лондон қандай екен? Лондон суық болды дейді, бірақ дүкендер күшті екен дейді, тамаша. Дүкендері ғана ма деп сұрайды. Жоқ дейді, бұл жерде біз басқа да нәрселермен айналыстық. Менің сүйікті жерім Гавент бағы дейді. Туристердің сайты қандай екен дейді. Мен ол жерге барғым келді дейді, бірақ бара алмадым, уақыт болмады дейді. Tate Modern Gallery'ға, галереяға. Өзің не істедің, демалысың қалай өтті дейді. Жақсы өтті. Біз Джонның үйінде кешке бардық. Демалыс күні кешке болды дейді. Жаман емес, естіледі дейді. Listen to the key phrases 1 and 4 and reply with the correct responses A and D, then practice the dialogue. Мына тұрған сұрақтардың жауабын сәйкестендір деп берген екен. Енді қараймыз. How was your weekend? Great, thanks. Демалысың қалай өтті? Жақсы, рахмет. Were you on your own? No, I was with my cousin. Сен онда жалғыз болдың ба? Жоқ, жалғыз болмадым, кузенім болды дейді. What was London like? It was cool. Лондон қандай екен? Жақсы. Was your weekend good? Сенің демалысың жақсы өтті ме? Yeah, it was brilliant. Yeah, жақсы өтті дейді. Look at the table and listen to 3 short conversations. Which questions and answer do you hear? Яғни 4-ші тапсырмада біз сұрақтар жасап, оған жауап беруіміз қажет екен. How was the trip? The weather was really bad. How was the party? The people were very nice. How was the match? Manchester United were rubbish деп осындай сұрақтарға жауап берген екен. Енді 5-ші тапсырмада work with partner, practice different questions and answer. Мына жерде сұрақтарға жауап бер деп берген екен. How was your weekend? It was great. What was the holiday like? The food was very nice and the weather was really good. Тамақтар өте жақсы болды, және де ауа райы да жақсы болды дейді. Осылай өздерің сұрақ қоясыңдар 5-ші тапсырмада.
Writing a blog дейді. Blog. I can write a blog about an expedition. Мен экспедиция туралы блог жаза аламын деген тақырыпта тапсырмалар орындайды екенбіз. 75-ші бетте. Exercise 1. Read the model text and answer the questions. Мына жерде мәтін бар екен, соны оқып аудар депті. I'm going to go on an expedition next Saturday. We're going to stay in a campsite in the Pyrenees. I'm going to take my laptop so I can continue this blog. Saturday дегеніміз сенбі күні 15 тамыз. Мен экспедицияға сенбі күні бармақшымын. Ол жерге мен өзіммен бірге Pyrenees деген жерге бар қалмақшымын дейді. Ол жерге мен өзіммен бірге ноутбугымды алып кетсем, сонымен бірге блогымды жалғастырамын дейді. Here I am in my tent. It's hot and sunny and we're staying next to a river. I'm going to take loads of photos because the mountains are spectacular. We're going to go kayaking on the river later. Уже тамыздың 22-сі дейді, мен өзімнің шатырымдамын дейді. Күн өте ыстық және шуақты. Біз өзеннің жағасында қалдық дейді. Мен мұнда бірнеше суреттерді түсірдім. Таулар өте керемет дейді. Біразда кейін біз каякқа отырамыз, жүреміз дейді мінекей. This is me in my kayak. We had a fantastic time, but the river was really cold. I fell in the water 5 times, so I know we're going to walk in the mountains tomorrow. I'm going to take my compass and the first aid kit. Мен өзімнің каякымда отырмын. Бізде уақыт өте тамаша өтуде, бірақ су өте суық. Мен оны суда 5 минут болғандықтан білемін дейді. Біз жаяу ертең тауға шығамыз дейді. Және өзіммен бірге компаспенен алғашқы көмек жинағын алып шығамын деп жазған екен. Енді сұрақтарға жауап береміз. Is the winter at the campsite on 25th August? No, he isn't. What the weather like on the first day of the expedition? Ауа райының бірінші күні қандай болыпты? It's hot and sunny. Ыстық және шуақты болыпты. What did the writer go kayaking? Sunday, 23rd of August. Әне, тамыз айының 23 күні каякқа отырған. What happened when he went kayaking? Ол уақытта не болды? He fell in the water 5 times дейді. 5 минут уақыт суда болған екен. When is the writer going to go walking in the mountains? Олар жаяу тауға бармақшы ма? Monday, 24th of August. Тамыз айының 24 күні тауға шығады екен. Келесі. Exercise 2. Study the key phrases. Decide whether each phrase is about the past, the present, or the future. Here am I in my. Яғни бізде болашақта, өткен шақта және де осы шақта сөйлемдер табуымыз қажет екен. Мысалға, өткен шақта we had a time, бізде уақыт жақсы өтті. Present осы шақ, here I am in my, this is me in my дейді. Және болашақта we're going to stay, I'm going to go деп жоспарлаған іс-әрекетте айтылып тұр. Exercise 3. Match with and write sentences using so дейді. So-ды қолдана отырып, бір-бірінен сәйкестендіріп, сөйлемдер жаз деп берген екен. It's rainy, so we're going to wear waterproof clothes. Күн жаңбырлап болғандықтан су өткізбейтін киімімізді киеміз деп шештік. We haven't got a tent, so we're going to get into our sleeping bags. Біздің шатырымыз жоқ, сол себепті біз өзіміздің ұйықтайтын сумкаларымыз бар, сода ұйықтаймыз дейді. Sleeping bag. It's interesting, so I'm going to write a blog about it. Бұл өте қызықты, мен ол туралы блог жазамын болдым. It's hot, so I'm going to swim in the river. Күн ыстық, мен суға өзенге түспекшімін. We're lost, so I'm going to look at the map. Біз жоғалып кеттік, мен картаға қарамақшымын. It's cold, so we aren't going to go camping. Күн суық болғандықтан кампингке бармаймыз. Яғни жоспарланған іс-әрекет туралы айтқанда I'm going to қолданып жазамыз. Жалпы going to be-дің үш формасы ғой, am деген.
Төртінші тапсырмада өздерің мына кісі туралы жазғандай өздерің де тура сондай жоспар жазасыңдар. Бірінші, екінші, үшінші күн деп осы берілген үлгіге қарайсыңдар. Сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.